Құрметті қазақстандықтар, осы ұзын жолдың басында тұрмыз. Ұзын жолдың басында тұрған кезде сіздерге жеткізейін дегенім, біздің Қазақстан Республикасында қазіргі таңда резервтегі әскери қызмет деген ұғым пайда болды. Резервтегі әскери қызмет бұл не? Бұл айына 3 күн әскери қызмет жасау, 85 мың теңге айлық жалақы берілетін болады, 85 мың теңге. Одан басқа жылына бір рет бір айлық әскери жиындарға тартылады. Сол әскери жиындар барысында нәтижесінде біздің азаматтарымызға бұлардың орталама айлық жалақы төленетін болады. Бұл 3 жылға дейін жасалады. Келісімшарт бойынша біздің азаматтарымыз, біздің осы қатардағы жауынгер және сержант құрамында болған азаматтарымыз 47 жасқа дейін, офицер құрамында болған азаматтарымыз 57 жасқа дейін келісімшарт жасасу мүмкіндігі бар. Барлықтарыңыз келіңіздер, военкоматқа жүгініңіздер, өтініш білдіріп, резервтегі әскери қызметке тұрыңыздар.